тілектер. Амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жақсы, отырамыз балалар. Оқушылар, тақтаға назар аударыңдар. Мына суретке қарап, бүгін қандай тақырыпты өтеді екенбіз, соны болжап көрейікші. Бұл қай жер? Кім айтады? Иман? Саябақ. Саябақта біз не істейміз? Серуендейміз. Жақсы, ашып, бір жол қалдырып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қыркүйектің 25-і. Екі саусақтарда жазамыз. Әдемілеп жазыңыз. Оқушылар, сендер мына сөздерді біліп алыңдар. Қазақ тілінде сөздерді көптік мағынаға айналдыруымыз үшін көптік жалғауларды қолданады екенбіз. Көптік жалғауларымыз лагер, дагер, татер. Қайсылар екен балалар? Сатихан. Да, окончание множественных чисел это какие числа? Лагер, дагер, татер. Молодец. Енді Сатихан, сен отырмай тұр да. Доп сөзінің көптік жалғауға қалай айналдырамыз? Доп? Тар болады. Не болады екен? Доптар. Бехрус мен айтшы. Оқушы сөзін көптік жалғауға айналдырса қалай болады? Молодец, сөздермен танысып алдық. Енді сол жаңа сөздерді пайдалана отырып, сендер сөйлем құрайсыңдар. Қағып ал әдісі арқылы Надырхан аңдар сөзіне сөйлем құрайды. Мен досыммен хайуанаттар бағына бардым. Ол жерден хайуандар көп екен. Оқушылар, сендер айтыңдаршы, бүгін сабағымыз қалай өтті?